Ассалаумалейкум достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге құйрық майды ерекше әдіспен копченый етіп тұздап, пакетте пісіру жолымен бөлісетін боламын. Өте керемет дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көрулеріңіз керек. Өйткені қыстың күні жөтел мазаламасын, қақырық мазаламасын, тұмау мен грипп маған жоламасын десеңіздер, дәл осы әдіспен құйрық майды жасап көргендеріңіз жөн. Өйткені өте керемет дәмді болып шығады. Құйрық жеп отырмын деп мүлде ойламайсыздар. Алдын ала барлық құйрықтарымызды осындай жақсылап жуып алып, суын қуратып, сосын осындай кішкентай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Осындай удобно етіп бөліп аласыздар. Және барынша мейлінше көптеу етіп тұздаймыз. Тұзды көп болып кетті деп ойламаңыздар. Өйткені тұзы қаншалықты көп болса, құйрық майымыз соншалықты дәмді болып шығады. Тұздарымызды ысқылап барлық жеріне тигізіп, осылай барлығын тұздап алатын боламыз. Құйрық май өте керемет емдік қасиетке ие. Кішкентай балаларымызды кішкентай кезінен құйрық жеп өстіргеніміз жөн. Өйткені иммунитеті мықты болады. Кез келген ауруға ем бола алатын құйрық май туберкулезді де жеңеді екен. Өйткені құйрық майдың витаминге толы болып келеді. Сондықтан кішкентай бөпе кезінен балаларымызға құйрық май жеп өстіргеніміз жөн. Құйрық май қаншалықты майлы болса да, ас қорытуда ешқандай кедергі жоқ. Тез сіңеді. Өйткені құйрық өзі айтып тұр ғой, май. Сондай организмға сіңіп кетеді. Сізге бір бас чеснок керек болады. Бір бас чесногымызды осылай терканың майда тісінен өткізіп аламыз. Және қалауларыңызға байланысты приправалар салсаңыздар болады. Қара бұрыш, копченый приправа салдым, копченый паприка салдым және сладкий паприка салып шықтым. Ащы қызыл бұрышты салдым. Видеода жақсы анық түсірілмеген екен. Осылай барлығын бір келкі маса болғанға дейін араластырып аламыз. Және тұздалған құйрық майымыздың үстіне барлығын сүйкеп сүртіп шығатын боламыз. Барлық шетіне бірдей болып сүртілу керек. Дәмі өте керемет болады. Тіпті құйрық жеп отырмын деп ойламайтын да боласыз. Дәмі копченый колбасалардан да артық болып шығатын болады. Міндетті түрде сіздерге де жасап көріңіз деп кеңес айтамын. Құйрық май өте керемет дәмді болып шығады. Осылай барлық шетіне сүртіп алатын боламыз. Ысқылап барлық шетіне бірдей тигізіп, бетіне осылай паприкаларымызды бетіне қойып шығамыз. Өйткені салафанға ораған кезде дәмі сіңу керек. Мен паприканы сүртіп алғаннан кейін жарты күндей холодильникте сақтадым. Өйткені дәмі сіңу керек, өте дәмді болып шығады. Сол үшін дәмі сіңсін деген ойда барлығын сүртіп алып, холодильникте кемі 6 сағат сақтадым. Міне, видеода көрсетілгендей барлық шетіне сүртіп, осылай холодильникте 6 сағат сақтаймыз. Холодильниктен алып, осындай пищевой пленкаға құйрықтарымызды салып, ішіне су кірмейтіндей етіп, жақсылап орап аламыз. Ешқандай қиын жері жоқ. Бір жасап қойсаңыздар, кез келген уақытта тоңазытқышта, морозильникте сақтасаңыздар болады. Кез келген уақытта алып тұтына берсеңіздер болады. Дәл қазіргі маусымға өте керекті дәрі деп ойлаймын. Осылай барлығын пакеттеп алатын боламыз және суда пісіреміз. Қайнатып, пістау деген кезде алып суытуға қоямыз. Пакетін ашпай суытамыз. Міне, барлығын пісіп шықты. Осылай бетіне қызыл паприка сүртіп қойсаңыздар да болады. Сәні үшін дәмі де өте керемет болып шығады. Мен екі түрлі етіп жасадым. Біреуіне паприка сүрдім, біреуіне паприка сүрмей жасадым. Дәмі айырмашылығы жоқ, өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Дәл осылай барлығын жасап балаларыңызға, күйеулеріңізге берсеңіздер, аталарыңызға, әжелеріңіздің
батасын аласыздар деген үміттемін. Видео рецептім пайдалы болды деген үміттемін. Соңына дейін көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет.